Бұрында 7 лағы болыпты. Біреу қара лақ, қалғандары ақ лақ екен. Ешкі сүт әкелуге барған кезде балаларына былай айтыпты: балаларым, есікті біреуге ашпаңдар, далада қасқыр жүр депті. Ал сосын ешкі сүт әкелуге барған екен, ән айтып. Сосын терең сыртында қасқыр естіп тұр екен ешкінің даусын. Ал сосын қасқыр есікті тақылдатты да былай айтыпты: балаларым, есікті ашыңдар, аналарың келді, қорықпаңдар. Ал сосын ешкілері есікті ашпаңдар депті. Ой. Ешкілері есікті ашпапты. Сосын қасқыр аспазға барып, даусын өзгеріпті. Аны немен өзгеріпті? Бор. Я, бормен өзгеріпті. Ал сосын қайттан барыпты үйге. Лақтарым, есікті ашыңдар, аналарың келді. Ал сосын лақтары есікті ашпады. Лақтары аяғын қарапты. Сосын қасқыр жүгіріп барып, аспазға барыпты. Аяғын онмен септі. Ал сосын қайттан жүгіріп келіп, үйге келді. Лақтарым, есікті ашыңдар, аналарың келді. Лақтары даусын естіп, аяғын қарапты. Есікті ашқан кезде қасқыр сосын үйге кіріпті. Лақтар жан-жаққа қашып тығылып қалды. Ал қасқыр оларды тауып алды. Бірақ бір қара лақ сағаттың артына тығылып қалды. Қасқыр оны байқамай қалды. Сосын ешкі келген кезде: лақтарым, ешкі үйге келген кезде есік ашып тұрған екен.